Ешкі малдың серкесін, ақсақал жер шекесін, ұзын сөзді қысқартып, енді айтайын төтесін. 30 күн одай ойын ғып, 40 күн одай тойын ғып, қарлығадай сұлудың қобланды сынды батырға, қарамандай құрдасы осы жерде қиды некесін. Қазіргі таңда Қобланды батыр жырын толықтай жаттадым. Және де осы жырды жаттау кезінде көптеген географиялық орындармен, тарихи орындармен, көнерген сөздермен, қазақтың ежелгі салт дәстүрлерімен таныстым десем, артық айтқаным емес. Қазіргі уақыттағы ең бірінші мақсатым ата-анам мен ұстаздарымның, туысқандарымның маған артқан сенімін ақтасам деген үлкен арманым бар. Номері 118 орта мектептің 10 және 9 сынып оқушылары Жалғасбай Назгүл, сіңілім Жалғасбай Нұргүл. Бізге Қобланды батыр жырын бірге жаттаған өте ыңғайлы. Бізге үйде ата-анамыз бізге қолдау көрсетіп отырса, мектепте ұстаздарымыз бізге қолдау көрсетіп отырады. Ұстаздарымыздың сіңілім екеуміз таңдағанына мен өте қуаныштымын. Жырды жеке жаттағаннан гөрі бірге топ болып жаттаған өте оңай. Қысқа уақытта ұзақ жырды жаттап алуға бізде мүмкіндік болады. Жөнелтуге құртқаны көкті маймақ ойланды. Алтынмен ішін безеген, сырты күміс ақ отау келістіріп түзеген. 40 түйе қазына, 40 құлмен 40 күн Қосып берді қызына, ел жұртымен қоштасқан, құртқа сынды сұлудың жұрттан қалды назына, сөйлеген сөзі базына. Осы жырды жаттау арқылы балалар отансүйгіш, ата-ананы құрметтейтін, ұлттық салт дәстүрлерді қастерлейтін оқушылар болып қалыптасады деген сенімдемін. Жырды тек қана жаттап, жүлде қорына ие болады деген ойда емеспіз. Бұл жырды жаттау арқылы көптеген мәліметтермен, қазақтың ұмытылып бара жатқан салт дәстүрлерімен, тарихымен етене таныс болады. Болашақта өзіне, мамандығына көп пайдасы тиеді деген үміттеміз.